біздің веб парақшаның құжаттар офистік техника Xerox B1025 деген парақшасына келсеңіз, көп функциялы Xerox B1025 принтерінің пайдаланушы нұсқаулығы қазақ тіліне аударылды. Бұл құжат сізге Xerox-тың кез келген принтермен жұмыс жасау кезінде пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар офистағы осындай үлкен принтерлерді қолдануды жақсылап үйренесіз, өзіңіз орнатасыз, мүмкін картриджінде ауыстырасыз, қағаздарды салу A3 форматтағы, A4 форматтағы. Сонымен қатар панеліндегі басқару панелі, осыны қолдануды үйренеміз. Бұл құжат сізге бұл сабақ пайдалы болады деген үміттемін. Жақында бір офисқа бардым, сол жерде осы Xerox B1025-ті общая сетевая папкаға скан жасау, сонымен қатар неправильный формат бумаги деген қате қайта-қайта шыға берді. Осындай қателердің алдын алу, жалпы осындай құрылғымен жұмыс жасауға өте пайдалы болады деген ойдамын. Олай болса кірісейік. Бұл нұсқаулық 2019 жылы жарияланған және мынандай принтерлер қазір Xerox компания шығармайды сияқты. Алайда қазіргі жаңа нұсқаларда осыған өте ұқсас болып келеді. Мына жерде осы принтер туралы YouTube-та мына компанияның AXBit.com деген компанияның түсірген видеосы бар екен, және ол өте керемет. Осы видеоны өздеріңіз келіп сілтемеден қараңыздар. Бұл жерде әрине принтерді орнату барысында бірінші кезекте бізде сақтық шараларынан басталатын түсінікті. Бұл жерде ескертулер мен қауіпсіздік, соның ішінде бірінші электр қауіпсіздігі, жалпы нұсқаулар. Әрине бұл жерде ешқандай аса қиын нәрсе жоқ. Тек бастысы осы принтердің қорабында бірге келетін қоректендіру кабелін пайдаланыңыз, оны дұрыстап, жаңағы стена дейміз, енді офистағы осы бірден қоректендіру көзіне тығыңыз. Оны ешқандай удлинитель пайдаланбаңыз, себебі принтерлер өте жоғары деңгейде қуатты қажет етеді. Әсіресе жұмыс барысында бұл үлкен тоқты қажет етеді. Сонымен қатар бұл жердегі ескертулерді оқып кетіңіз, яғни мынаны қараңыз, мынандай жағдайларда қауіп төнуі мүмкін дейді. Принтер суға түсіп кетсе, принтерде әдеттен тыс шу немесе иіс шығатын болса, енді бір кереметтей жаңағыдай экстра жағдайлар болмаса, жұмыс істеуі өте қарапайым. Одан кейін бұл жерде енді көз жүгіртіп қараймыз, бірақ сіз өзіңіз толығырақ оқыңыз сақтық шараларын, мысалы. Сонымен қатар пайдалану қауіпсіздігі, сіздің принтеріңіз және керек жарақтар қатаң қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған және барлығы сынақтан өткен. Бұл талаптар қауіпсіздік агенттігінің тексеруін, мақұлдауын және белгіленген экологиялық стандарттарға сәйкестікті қамтиды дейді. Төмендегі қауіпсіздік нұсқаларына назар аударыңыз деген екен. Пайдалану нұсқаулары. Қараңыз, принтер басып жатқанда қағаз лотоктарын ашып шығармаңыз. Принтер қағаз басып жатқанда әрине лотоктарды ашпаңыз. Принтер басып жатқанда есіктерді ашпаңыз. Принтер басып жатқанда оны жылжытпаңыз. Қолдарыңызды, шаштарыңызды, галстуктеріңізді және тағы басқаны принтердің шығыс және беру роликтерінен аулақ ұстаңыз. Әрине, ол жерде айналым болады, сондай-ақ жоғары ыстық печка қолданылады, шын айтқанда принтердің ішінде. Шешу үшін құралды қажет ететін қақпақтар принтердің ішіндегі қауіпті аймақтарды қорғайды дейді. Қорғаныс қақпақтарын шешпеңіз деген екен. Кез келген электрлік немесе механикалық құлыптау құрылғыларын бұзбаңыз. Принтердің ішіне терең кіріп кеткен қағазды шығаруға әрекет жасамаңыз. Көп жағдайда осыны білетін маманды шақыру керек. Дереу принтерді өшіріңіз, содан кейін принтермен жұмыс жасай алатын маманды шақырған дұрыс дейді. Әрине, қараңыз, принтерді жоғары қарай тағы келейін. Мына жақта негізі төмен жағында бір үлкендеу суреті бар, енді оған қазір жетеміз. Міне. Принтердің осы шығару кезінде мына жерде қағазды алады, оны шығарады, өңдейді. Егер қағаз ішіне тұрып қалатын болса, онда өте сақ болу керек. Ешқандай ішіндегі кішкентай бөлшектерін зақымдап алмау керек. Қатты күшке салатын болсаңыз, кез келген бір пластмассаны сынып кетіп, принтердің жұмыстан шығып кету қаупі бар. Бұл принтерлер әрине бағасы қымбат, сондықтан қолдану кезінде сақтық шараларын қолданған дұрыс. Принтердің орналасуы да өте маңызды. Принтерді салмағын көтере алатын, жеткілікті берік, тегіс дірілдемейтін үстелге бетке орнатыңыз. Көп жағдайда байқаймын, принтерді кейбір офис қолданушылары тіпті жерге қоя салады. Әрине, полдардың барлығы тегіс екені түсінікті, дегенмен бұл жердегі лотоктың қаншалықты төмен орнатылғанын қараңыз. Мынау мысалы бірінші лотогы. Бұл жерге A3, A4 форматындағы қағаздар салынады. Және мына лотокты ашып жабу кезінде мысалы ол жердегі сілкініс пайда болады. Жалпы жерге орнатқан негізі әрине болмайды, себебі бұны қазір мына жерде тағы да видео бар. Сол сияқты
үстелдің үстіне орнатқан дұрыс. Тағы не жазылған екен? Принтердегі саңылаулар мен тесіктерді жаппаңыз немесе бекітпеңіз дейді. Бұл тесіктер желдету үшін және принтердің қызып кетуін болдырмау үшін жасалған. Принтердің өзіне арналған жұмыс үстелі керек, жұмыс аймағы керек. Оны қатты стенаға тақап тастау, жан-жағына әртүрлі қораптар немесе басқа да құрылғылар қойып бекетіп тастауға болмайды. Мына жерде жазылғандай, ол жердегі саңылаулар мен тесіктер желдету үшін қажет және принтердің салқындап тұру керек. Принтерді жұмыс істеу және техникалық қызмет көрсету үшін жеткілікті орын бар жерге орналастырыңыз. Принтерді шаңсыз жерге орналастырыңыз. Принтерді ыстық, суық немесе ылғалды ортада сақтамаңыз немесе пайдаланбаңыз. Принтерді жылу көзінің жанына қоймаңыз. Жарыққа сезімтал компоненттердің әсерінен аулақ болу үшін принтерді тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз. Принтерді ауа баптау жүйесінен шыққан суық ауаға тікелей шығатын жерлерге қоймаңыз дейді. Мысалы, кондиционердің жанына қоймау керек. Принтерді дірілге бейім жерлерге қоймаңыз. Яғни принтерді дірілдеп тұратын жерге де қоймау керек. Стол аяғы өте берік болу керек, себебі оның ішінде айналмалы құрылғылар бар. Қағаз шығару барысында осындай жұмыстар болады. Оңтайлы өнімділік үшін принтерді биіктік көлемінде көрсетілген биіктікте пайдаланыңыз. Әрине барлық қолданушылар оңай пайдалану үшін оның белгілі бір деңгейде жоғары орнатылуы керек. Принтердің керек жарақтары деген екен, мына жерде оның картриджін, драм картриджін жарамсыз болып қалса, біткен жағдайда оны қалай жою керек, қалай пайдалану керек, барлығы айтылған. Техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі дейді. Принтермен бірге берілген құжаттамаларда нақты сипатталмаған кез келген техникалық қызмет көрсету процесін орындауға әрекет жасамаңыз. Принтерді тек құрғақ, түксіз шүберекпен тазалаңыз. Ешқандай шығын материалдар немесе күнделікті техникалық қызмет көрсету заттарын жақпаңыз, өртемеңіз депті. Сонымен қатар принтерді қолдану барысында кейбір қолданушылар мысалы скан жасаған кезде ол жерде скрепканы немесе жаңағыдай қағаздарды бекітетін скобалар дейміз, соларды ұмытып жатады. Солда өте зақымдайды. Сондықтан принтерді пайдалануда осындай детальдарға назар аударып, осындай құжаттарды бір оқып шыққан өте пайдалы. Принтердің белгілері деген екен, ол кішкене мына жердегі суреттерді әзірге қойып үлгермедік, алайда Xerox-тың осы ағылшын тіліндегі user guide бар, және ол 204 парақша. Төмен қарай мына жерге түсетін болса, мен қазір осы белгілеушілерді тез табамын деп ойлаймын. Мына жерде қазір белгішелер, міне мынандай белгішелерге назар аударыңыз. Лазер, мына жерде қазір қазақ тіліне келеміз, алайда міне қараңыз, кейбір жерлерді қолмен ұстауға болмайды, күнге қоюға болмайды, өртеуге болмайды. Осындай басты назар аударатын жерлері бар. Міне қараңыз, мынандай белгішелер және қазақ тіліне аударылған. Мысалы, принтердің бөлігіне немесе аймағына тимеңіз, қағаз қысқыштарымен немесе басқа да бекіту құрылғыларымен бекітілген қағаздарды пайдаланбаңыз. Жұмыс барысында осындай назар аударыңыз. Енді қоршаған орта денсаулық жағынан осы Xerox әлемдік стандартқа сай келеді дейді. Енді ең бастысы жұмысты бастауға келейік. Мына жерде видеоны қарайын, 8 минут болған екен. Алайда достар, шынын айтайын, осы құжатты келіп бір рет таныссаңыздар, бұл болашақта осы Xerox, HP кез келген принтерлердің барлығы бір-біріне ұқсас және сізге пайдасы тиетініне сендімін. Енді бірінші көз жүгіртіп қарап шығатын болсақ, бұл жерде көретініміз мынау лотоктары. Мынау бірінші негізгі лотогы және төменде орнатылады. Мынау боковой дейді, жанындағы сайт панель. Жанындағы панель, бұл жерге де A3, A4 форматындағы қағаздарды салуға болады. Және қағаз салу кезінде мына жерде кішкене көтеріліп тұратын пластмасса бар. Соны қолмен итеріңкіреп басып, қағазды мына жерде алып кететін роликтерге тиіп тұрған назар аударыңыз. Ол да өте маңызды. Егер қағаз әшейін жай тым күш салмай әшейін қағазды қоя салсаңыз, мына роликтер аламай қалуы мүмкін, сондықтан мына жерде қате жібереді. Сіздің қағаз форматыңыз дұрыс емес, оны дұрыс салынбады деп. Мына жердегі бірінші лотокқа A3 форматтағы үлкен қағаздарды салуға болады, сонымен қатар A4 форматтағы қағаздарды салуға болады. Бірақ кеше біз мынандай жағдай жасадық, A3 форматтағы қағаздарды мына жерге 50-100 шақты үлкен стопкасын салдық, одан кейін мына жаққа A4-ді салдық. Және біздің қолданушылар осы принтерге жұмысты жібергенде A4 форматта болса қағазды мына жақтан алады, ал A3 форматта болса қағазды төмен жағынан алады A3, және сол қажетті форматты принтер шығарады. Енді бұл жерде көріп отырсаңыздар, мына жерде қосымша сканерлеу
тез принтер көшірме жасау үшін мынандай қосымша лотоктың келгенін байқайсыздар. Бұны жылдам қағаз беру құрылғысы деп айтып жатады. Қазір төмен қарай келеміз. Осы принтердің бөліктеріне назар аударатын болсақ, мына жерде көрсетілгендей құжат беру құрылғысы документ фидер топ ковер деп айтып жатады. Енді көз жүгіртіп тез қараңыздар, мына жерде панелі бар. Қазір оны біз мына жерде айқын суреттермен көрейік. Сонымен қатар принтердің артында Ethernet порты болады, USB порты болады. Бұны USB-B типті порт деп айтып жатады. Сонымен қатар USB-A типті порты және қосымша факсқа телефондық құрылғыларды қосуға арналған линияларды көресіз. Әрине содан кейін қоректендіру блогы. Мына жерде не айтуға болады? Тағы бірінші лоток, тағы қосымша кейбіреулерінде екінші лоток болуы мүмкін. Мынау бүйір қақпасы. Мына жерде басқару панелі негізгі, оны біз қазір төменде көреміз. Принтердің ішкі жағына келетін болсақ, әрине мына жерде бірінші тонер картриджі көрсетілген екен, одан кейін екінші барабан картриджі мына жерде болады. Одан кейін үшінші құжат шынысы, құжат шынысының қақпағы және құжат беру құрылғысы, төбедегі құжат беру құрылғысы. Осылай бір рет жақсылап танысып кетейік. Құжат беру құрылғысы туралы не айтуға болады? Бұл жерде документті құжатты салған кезде міне қалай көрсетілген A4 форматындағы құжатты мына жерде көшірме жасайтын әріптерді, баспаларды жоғары жағынан береміз және бізге көшірмесін мына жақтан береді. Мысалы, сканерлер жасау керек болса да, демек жазу бар парақтың үстін жоғары қаратамыз. Құжат жынысын пайдалану үшін қағазды әрине біз керек көшірме немесе скан жасайтын жазбаларды төмен қаратып саламыз, парақшаны жабамыз және мына жердегі кнопканы басып, оның қажетті көшірмелерді жасаймыз. Бұл жердегі принтердің негізгі басқару панелі мынандай болып келеді. Басқару панелі сенсорлық экраннан, әліпби цифрлық пернетақтадан және Xerox құрылғысындағы қолжетімді функцияларды басқаруға арналған түймелерден тұрады дейді. Басқару панелін келесі тапсырмалар үшін пайдалануға болады. Құрылғының ағымдағы жұмыс күйін қарау, принтер мүмкіндіктеріне кіру, анықтамалық материалдарға кіру, құралдар және орнату мәзіріне кіру, ақаулықтарды жою мәзірі мен бейнелерге кіру, қағаз науалардың деңгейі мен керек жарақтар туралы күй хабарламаларын алу. Демек, біздің жаңағы лотокта қағаз бар ма, сонымен қатар қанша принтердің картриджінде краска қалды, осы туралы мәліметтерді береді дейді. Бұл жердегі енді панельді де, мына жердегі ақпаратты өте маңызды, кішкене көз жүгіртіп оқып шығыңыз. Мысалы, қараңыздар, мына жерде I деген кнопканы басатын болсақ, осы құрылғының машина күйі туралы ақпаратты аламыз. Бұл түйме сенсорлық экранда принтердің күйін көрсетеді, жалпы жағдайын көрсетеді. Екінші жоғары жағындағы түйме бұл жұмыс күйі. Мынау принтердің жұмыс жағдайы қалай болып жатыр. Бұл түйме сенсорлық экранда барлық белсенді, активті орындалып жатқан, қорғалған немесе аяқталған жұмыстарды көрсетеді. Мысалы, сіздің принтеріңізде қандай да бір қате шығып, дұрыс қағаз форматы емес деген сияқты қателер шығатын болса, осы түймені басасыз, жұмыстардың тізімін көресіз. Егер қатып қалған, жаңағыдай зависать етіп осы принтерде кезекте тұрып қалған қағаздар болса, оның барлығын жойып тастағанда пайдалы. Осы кнопкаларды басып үйрену керек. Мынау үшіншісін тағы да төмен қарай оқыңыз. Ал енді мынау төртінші жоғары жақтағы үйдің суреті көрілген түсінікті. Оны басатын болсақ, біз осы бастапқы негізгі терезеге түсеміз. Енді сол жағындағы суреттер, мысалы 6-шы түйме өте маңызды. Бұл жерде кіру-шығу түймесі. Бұл түйме құпия сөзбен қорғалған мүмкіндіктерге кіруді қамтамасыз етеді. Егер осы түймені басатын болсақ, бізде администратордың паролін сұрайды. Мына жерге экранға тіл теру мүмкіндігі шығады. Біз тілді ауыстырып, ағылшын тіліне ауыстырамыз. Кішкентай әріптермен админ деп жазамыз. Оның паролі бастапқы күйі бойынша 4-1 кнопкасы болады. 1-1-1-1. Басқа да кнопкаларды тез оқып шығыңыздар. Мысалы 12-ші кнопка әрине өте маңызды. Бұл біздің негізгі бастау түймесі. Бұл түйме таңдалған жағдайда басқан кезде біздің көшіру, сканерлеу, немесе факс, немесе USB-ден басып шығару, USB-ге скан жасау сияқты барлық жұмыстарды бастайды. Мына жерде жасыл кнопка болады. Және соның арқасында біз басқаруды жасаймыз. Ақпараттық беттер деген екен, бұл жерде принтер туралы ақпарат берілетін кнопкаларды айтса керек. Жүйелік басқару мүмкіндіктері. Осы құжаттарды кішкене келіп оқыңыз. Мен енді негізгі басты көретін жерлерге
назар аударайын, төмен қарай түсейін, және орнату баптау. Принтерді алғаш келген кезде дұрыс орнату үшін, енді біз жұмысты бастау бөліміне келдік пе, көрейік. Принтерді бөліктері. Біз мына жерде орнату және баптауға келдік. Мына видеоны бір рет мен сіздерге тағы да көрсетіп кетейін. Мысалы қараңыздар, принтер алғаш келген кезде оны міне принтер келді дейік, қорапқа келді, оны жақсылап ашамыз, қораптан шығарамыз. Біздің принтер үлкен болған жағдайда оны 2 адам көтеру керек, себебі кейбір принтерлер өте ауыр екені түсінікті. 2 адам көтеруге міндетті. Одан кейін міне мына жерде көрсетілгендей, осындай адам деңгейіне жұмыс істеуге ыңғайлы үстелге орнатамыз. Ішіндегі қараңыз, мынандай алғаш келген кездегі әрбір ленталарды осындай жабыстырылып қорғалған, соның барлығын мұқиятты түрде ашамыз. Мына кісі қазір көрсетеді. Міне жан жақтағы ішіндегі ленталардың барлығын әдемілеп алады. Енді бұл кішкене видеоға міне қараңыздар, мынандай ішінде де орнатылған ленталар болады. Кішкене жылжысаң өтіп кетесің. Так, қарайық. Мына жерде міне ішіндегі мысалы картридждер осылай жаңадан келген кезде олардың бәрі қорғаулы болады. Қосымша мынандай қорғау құралдары. Видео жазылуда. Міне қараңыздар, қорғау құралдарының барлығын әдемілеп аламыз. Сонымен қатар кейбір картридждерде мынандай қорғалатын лента болады. Оны қорықпай, жаңағыдай пластмасса болады, тартуға көрсетіп қойған, оны тартып шығарамыз. Одан кейін картриджді кішкене сілкейміз, ары бері жылжытамыз. Мына жердегі барабанды мүлдем қолмен ұстауға болмайды. Одан кейін әдемілеп картриджді орнына саламыз, құптап, одан кейін жабамыз. Енді бұл жаңа нұсқалар екені түсінікті. Алайда біздің Xerox-да жаңағы үлкен принтерге де келеді. Міне қараңыз, мына жердегі ішіне қағазды салу кезінде A3, A4 форматтағы қағаздар оған арналған пластмассаларды жылжыту мүмкіндігі берілген. Және мына жерде жазулар жазып қояды. A3 форматы, A4 форматы, одан кейін кішкене орнына бекітеміз және лотоктарды орнына саламыз. Енді қараңыз, лотокты салу барысында сізге осы мына жердегі панельде қосымша қағаз жаңағы мүмкіндіктер шығады. Бұл жерде сізге айтады, сіздің қағазыңыз қандай форматта деп жазады. Ол жерде көбіне салған қағазды таңдайсыз. A4, A4, A3 немесе. Одан кейін төмен жағында көп жағдайда қарапайым қағаздарды жазасыз. Обычная бумага. Төмен жағында тағы да қосымша сұрақтар болады. Барлығын өте қарапайым жағдайда таңдаңыз. Енді төмен қарай түсейік. Бұл жерде не жазылған екен? Орнату және баптау, принтерді қосу, сымды желі. Принтерді Ethernet портын арқылы сіз өзіңіздің офистағы желіге қосыңыз. Одан кейін оған қандай да бір IP адрес бересіз. Мен сіздерге енді өзімнің IT ретінде, жаңағы IT маман ретінде беретін кеңесім, әрқашан Ethernet кабельді пайдаланыңыз. Енді сымсыз желілерді пайдалануға болады, егер сіздің офистік жаңағы бөлмеңіз кішірек және барлық жұмысшылар өте жоғары деңгейдегі Wi-Fi роутерге қосылған болса. Бірақ менің кеңесім сымды желі Ethernet кабельді пайдаланыңыз, оны қажетті портқа қосыңыз, одан кейін керекті IP адресті беріңіз. Болды, барлық құрылғылар осы принтерді көреді және принтерді ары қарай қосу үшін, мына жерде барлығы жазылған екен, негізі детальды түрде TCP және IP адрестерді береміз. Одан кейін қуат үнемдеу режимі бұл принтерде әрқашан қосулы, ол бірден ұйқыға кетіп қалады, алайда тапсырма берілген жағдайда бірден оятылып кетеді. Одан кейін принтердің драйверін міндетті түрде орнатамыз. Әрине біздің жағдайда көбіміз Windows операциялық жүйелерін қолданып жатамыз. Соның ішінде Windows 10, Windows 11 операциялық жүйелері. Соған қажетті драйверлерді ресми сайтынан келіп жүктеп аламыз. Мысалы Xerox B1025 драйвер деп жаза салам. Және міне орыс тілінен таңдасақ та болады, немесе ағылшын тіліне де таңдаймыз. Бұлар қазір кішкене жүктелуде ұзақ. Сабақ өте ұзақ болған сияқты, бірақ пайдалы болады деген ойдамын. Интернетке де бір нәрсе болды. Осындай енді түк қиындығы жоқ, бірақ та неге ашылмай қалды қазір енді? Негізі осы 1025 принтері, әрине мен ескі нұсқасын таңдаған сияқтымын, бірақ драйверлерін табатыныңызға сенімдімін.
енді сізде Macintosh, Mac OS немесе Unix, Linux болса, онда сіз жоғары деңгейдегі қолданушы және драйверді қоюды біледі деген ойдамын. Драйверлерді орнатамыз, ешқандай қиындық жоқ. Драйверді дәле нүктелерін басамыз, одан кейін орнатылады. Ол желідегі көп жағдайда принтерді өзі автоматты түрде табады. Қызметтерді пайдалану, бұл жерде көшіру процесі, копия жасау өте оңай. Қағазды жаңағыдай жоғары жағындағы автоподатчикке немесе айна терезесіне саламыз және көшірмені жасаймыз. Сканерлеу, сканерлеу енді бөлек тақырып, кішкене тағы бір видео түсірейін. Сканерлерді қалай настройка жасаймыз және сканерлеу кезінде оны компьютерге жіберу немесе желілік ортадағы ортақ папкаға сканерлеу, сонымен қатар ортақ пайдалануды қосу деген екен. Мына жерде енді өңкей жаңағыдай көріп отырсаңыздар, ешқандай барлығы деталь түрде текстпен жазылған екен. Желілік компьютердегі папкаға сканерлеу. Әрбір жеке қолданушыға жеке сканерлік адрес жасаймыз. Мысалы, біздің офиста 5-6 қолданушы активті түрде сканерлеу жасайды дейдік. Олай болса, әркімнің өзінің аты бойынша сканерлеу болады. Мысалы, скан Азамат, скан Айгерім, скан Асқар деген сияқты. Және олар панельге келеді, өздерінің атын тереді, басады, сөйтеді де құжаттар бірден осы өзінің жеке компьютеріне сканерлеу папкасына түседі. Немесе ортақ папкадегі общая сетевая папка болады, сол жерге бір папканы жасаймыз. Офистегі барлық қызметкерлер скан жасаған кезде сол папкаға түседі және әркім өзінің құжатын жеке компьютеріне ары қарай лақтырып алады. Бұл жерде USB-ге де сканерлеу мүмкіндігі бар. Жұмыс күйі, құрылғы күйі дейді. Мына жерде қосымша ақпараттар, машина туралы ақпараттарды көру мүмкіндігі болады. Жұмыстар қатып қалса, қате болса, оларды өшіріп жоюға болады. Басып шығару деген екен. Принтерлік жұмыстар, басып шығару. Мына жерде тағы да бір маңызды суреттер болатын. Оларды мен салуды ұмытып кеттім, алайда сіздерге көретін боласыздар. Мына жердегі ақпараттарды бірақ оқып шығыңыздар, пайдалы болады деген ойдамыз. Сонымен қатар мобильді басып шығару опциялары бар. Бұл жерде Wi-Fi Direct арқылы, мысалы, ұялы телефоннан бірден осы принтерден басып шығару мүмкіндігі берілген. Қағаз және тасымалдаушылар деген екен. Бұл жерде қағазды таңдау, ол да өте маңызды. Мынандай бастапқы нәрселерге назар аударған дұрыс. Мысалы, қағазды жалпы салудың алдында, қағазды осы лотокқа салмас бұрын кішкене желдетіңіз депті. Қағаз лотоктарын тым толтырмаңыз. Қағаз бағыттағыштарын қағаз өлшеміне сәйкес реттеңіз депті. Жаңағы лотоктарды былай ретке келтіреміз. Егер қағаз тым кептелсе, жаңа қаптамадан қағазды немесе басқа рұқсат етілген тасымалдаушыны пайдаланыңыз депті. Принтеріңізге зақым келтіруі мүмкін қағаздар. Мынандай қағаздардан сақ болыңыз. Бедерлік қағаз, өшірілетін байланыс қағазы, дөрекі немесе қараңыз. Енді принтерге қағаз таңдау кезінде де өте қарапайым офисқа арналған сапалы қағаздарды пайдаланған өте маңызды. Тағы да айтамын, арзан бағадағы қағаздар сатылады. Олар кейде кішкене былай күңгірттеу болуы да мүмкін. Одан кейін жаңағыдай қолданылған переработкадан өткен қағаздарды пайдаланатын қағаздар да болады, арзан сапалы. Өкінішке орай арзан заттың осы біздің принтерді зақымдау мүмкіндігі тағы да бар. Сондықтан қағаз таңдауда да кішкене назар аударыңыздар. Сапалы осы Xerox компаниясының ұсынатын қағаздарын пайдаланған өте пайдалы. Төмен қарай түсейік. Бұл жерде не жазылған екен? Бұл жерде қағаздың салмағы, оның өлшемі барлығы детальды түрде жазылған екен. Мысалы, A3 форматтағы қағаздар қандай болады? 297-де 440 мм, A4 форматы, ол 210 мен 297 мм дейді. Демек 20 см бір жағы, ені, ұзындығы 30 см көлемінде деп айтсақ болады. Одан кейін барлық жалпы детальды түрде жазылған. Енді шын айту керек, қолдану бір жағынан оңай. Қағазды салу дейді. Бірінші лотокқа мысалы ең көп дегенде 250 парақ салуға болады дейді. Науаны тартып шығарыңыз, принтерден алыңыз, ұзындық пен ені бойынша қағазды салыңыз депті. Принтерді тазалау, қалай тазалайтын жазылған екен, кішкене төмен түсейік. Керек жарақтарға тапсырыс беру. Бұл жерде тонер картриджі мен барабан картридждері болады. Және тонер картриджі мен барабан картридждерінің рөлі мен айырмашылығы қандай деген сұрақ туындайтын болса,
Тонер картриджі бұл басып шығаруға қажетті ұнтақ түріндегі бояуы тонерді қамтитын бөлігі. Басып шығару процесі кезінде бұл ұнтақ қағаз бетіне түсіп, кейін қысым мен жылым арқылы бекітіледі. Негізгі айырмашылықтары: тонер бұл бояу көзі, ал барабан кескінді қалыптастыратын бөлік. Барабанның рөлі бұл енді тағы да бұл жерде видеодан көре салған өте оңай. Тонер картриджді жиі ауыстырамыз, себебі оның ішінде осы бізге арналған ұнтақ краска болады, қара, қап-қара. Ол шашылып кетпеу керек, төгілмеу керек. Оны да ұқыпты болуымыз керек. Тонер картридж енді краска ол жерде қағаз шығарғанымызға байланысты бітіп қалады, және оны кейін алмастырамыз. Енді кейбір жағдайда мына жерде төменде көрсетілгендей картридждің осы принтердің картриджін заправка жасап жатады. Тонер картриджін заправка жасап жатады, және оны жоғары деңгейдегі өте білікті мамандар орындамаса, заправка жасалған картриджді ертең әкеп сіз салатын болсаңыз, ол тағы да принтеріңізді зақымдау қаупі бар. Сондықтан көп жағдайда енді әрине XRX компаниясы ұсынады, оның бөлшегін тастап, жаңасын сатып алу. Тағы да бұл жерде айта кететін нәрсе, XRX компаниясы ресми түрде өзінің жоғары деңгейдегі тонер картридждерін шығарады. Ол жоғары сапалы болады, стандарттарға сай келеді. Ал енді біздің Қытайдан келетін жаңағыдай кейбір жағдайда заменитель деп айтып жатады, ауыстырғыш арзан түрлері болады. Кейбіреулері өкінішке орай нашар болып, тағы да сіздің картридж жаңағы принтеріңізді бұзу қаупі бар. Қағаздарыңыз өте сапасы нашар шығады, одан кейін болашақта одан ары қарай бұзылады, және сіздің принтеріңізді техникалық қолдау көрсетуге тура келуі мүмкін. Яғни ашып, ішінің барлығын тазалап, краскілер төгілген тонерлер болса, оның барлығын тазалайды, және сізге осындай техникалық қызмет көрсету қажет болуы мүмкін. Енді мына жерде видеода бір нәрсе қазір тез көрейік. Мысалы, мына жерде бір өте маңызды нәрсе. Қараңыз, мысалы, мына жерде былай жасайды қазір. Мына принтердің сапасын тексеру мақсатында осындай қара пакетті салады. Тест Малевича деп мына кісі өзі айтып жатыр. Одан кейін жауап XRX жасайды. Мысалы, міне көшірме жасайды, жасыл түймені басып. Енді шығатын нәтижеге назар аударайық. В идеале должен был получиться черный квадрат Малевича, но, как видим, получается своеобразная рябь. Қараңыздар, қағаздың қалай шыққаны. Мына жерде сапасы өте нашар екені көрінеді. Және бұл жерде тағы да осы дұрыс қолданылмау, картридждің бітуі, тонер картридждің бітуі, сапасыз тонерді қолдану осылай әсер етеді. Енді бұл жерде мен өзім осы біз енді офиста жұмыс жасаған кезде әрине қағазды көп шығаратын офистар болады, және біздің қолданушылар дұрыс пайдаланбаса, жалпы айтқым келгені осындай қымбат құрылғыны өкінішке орай бұзып алу қаупі кездеседі. Жалпы XRX компаниясы бұл түсінікті әлемдегі принтер шығаратын, осындай құрылғылар шығаратын ең ірі компаниялардың бірі, және құрылғылары жоғары деңгейде. Егер дұрыс қолданатын болсақ, бұлар өте ұзақ уақытта жұмыс жасайды, және бұлар бірнеше мыңдаған қағаздарды шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар HP компаниясының принтерлері де өте жоғары сапада. Достар, түсініп отырмын, мына жерде видео өте ұзақ болған екен. Олай болса былай істейік. Келесі сабақта осы принтерде қалай сканерлеуді жасаймыз, ортақ папкалерді қалай жасаймыз, және ортақ папкаға қалай скан жасау туралы түсіруге тырысайын, мүмкіндік болып жатса. Ал сіздер мына құжатты келіп таныстырыңыздар, пайдалы болды деген ойдамын. Сілтемеде берілген видеоларды қараңыздар, және келесі сабақта кездескенше лайк басуды ұмытпаңыздар.